Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін таңғы асқа өте дәмді, пайдалы күріш ботқасын жасаймын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Ең алдымен қайнап жатқан ыстық суға жуып тазаланған күрішті саламыз. Онда менде 1 кесе күріш, оған 4 кесе су құйдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қант саламыз. Мен 2 шай қасық қант салдым. Тәтті болған қаласаңыз, тағы қант салсаңыз болады. Енді жақсылап араластырып, орташа отта 15 минуттай қайнатамыз. Арасында осылай араластырып тұрамыз. Суы тартылғанша қайнатамыз. Енді сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, салқын немесе ыстық сүт құйсаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырып, ең баяу отта 15 минуттай қайнатамыз. Одан кейін қоюлана бастаған соң сары майды салып, жақсылап араластырып, оттың астын өшіреміз. 5 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Осымен біздің таңғы асымыз дайын. Ыдысымызға құйып ұсынамыз. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, қазақша каналды қолдап тіркеліп қойыңыз. Сондай-ақ лайк басып, төменге өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын, қош сау болыңыз.